Простатит дегеніміз қуық асты безінің қабынуымен байланысты ауру. Ол кез келген жастағы ер адамдарда дамиды. Ағымның созылмалы немесе жедел сипатына байланысты. Бұл ауруды дер кезінде анықтамаса, қуық асты безінің обыры мен бедеулікке алып келеді. Егер простатит уақытылы диагноз қойылса, онда емдеу тек 2 аптаға созылады. Содан кейін ер адам тек дәрігердің ұсыныстарын орындап, мезгіл тексеруден өтуі керек. Осы аталғандарды орындасаңыз, қуық асты безінің қабынуынан кейін ешқандай асқынулар болмайды және репродуктивті қабілеттер толық сақталады. Простатит ол өздігінен пайда болмайды. Оны тудыратын бөгде заттар. Қабыну процесінің басталуына эшерихия коли, микоплазмалар, стрептококктар, стафилококктар, трихомоналар және басқа микроорганизмдер себеп болады. Олардың ерекшелігі қуық асты безі тіндерінің тез қабынуына және тез бұзылуына әкеледі. Аурудың негізгі себептері: зәр шығару жүйесінің кез келген қабыну аурулары, цистит, пиелонефрит, уретрит, үлкен дәреттің созылмалы бұзылыстары, атап айтқанда іш қату. Онда ер адамдар қатты күшену салдарынан қуық асты безі басқа органдардан қысымға ұшырауынан дамиды. Инфекциялық аурулармен ауырғанда оларға тамақ ауруы, пневмония, тұмаудың ауыр түрлері жатады. Жиі ағзаға суық тигізу немесе керісінше көп терлеу, көбіне еңбек қызметінің ерекшеліктеріне байланысты болуы мүмкін. Тұрақты жыныстық қатынастың болмауы, көбінесе 40 жастағы ер адамда простатиттің себебі болып табылады. Иммунитеттің әлсіреуі, жыныстық қатынас жолымен берілетін инфекциялар, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, зәр шығаруды кейінге қалдырып ұзақ ұстап жүру. Бұл қуықтың ұлғаюына, ал ол қуық асты безінің қысылуына алып келеді. Кіші жамбас аймағында алған жарақаттар жатады. Еркектердегі простатиттің түрлері, ағымның ерекшеліктері. Шығу себебіне байланысты простатиттің бірнеше түрі бар. Бактериялық простатит, простата тініне инфекцияның енуінен басталады. Простатиттің бұл түрін диагностикалау жас және егде жастағы ер адамдарда жиі кездеседі. Әркілісті простатит, отырықшы өмір салты, тұрақты жыныс қатынастың болмауы және жамбас жарақаттарынан туындайды. Көбінесе инфекцияның енуімен бірге жүреді. Содан кейін простатит аралас түрге айналады. Калькулезді простатит аурудың емделмеген созылмалы түрінің нәтижесінде дамиды. Көбінесе мұндай простатит егде жастағы ер адамдарда кездеседі. Ағымы бойынша простатит жедел және созылмалы болып бөлінеді. Аурудың жедел түрін диагностикалау сирек кездеседі. Емдеу тек стационарлық жағдайда жүргізілу керек, өйткені простатит айқын белгілермен жүреді. Созылмалы простатит әлсіз клиникалық көрініспен, мерзімді ремиссиямен, нақты белгілердің толық болмауымен және ауыр проблемаларға тез өзгерумен сипатталады. Яғни қуық асты безінің сау жасушалары қателесікке айналады, секреция өндірісін тоқтатады және сперматозоидтар секрециясының төмендеуі болады. Қуық асты безінің қабынуының белгілері мен диагностикасы. Симптомдар простатиттің қандай түрі қуық асты безі тінінде дами бастағанына тікелей байланысты. Бактериялық простатит кезінде жоғары дене температурасы, зәрде қанның немесе іріңнің болуы, зәр шығару проблемалары, жұқа және әлсіз ағын, зәрдің тамшылатып шығуы, шап аймағында өткір ауырсыну, жалпы әл-ауқаттың нашарлығы жатады. Калькулезді простатит кезінде әлсіз эрекция немесе оның толық болмауы, зәрдегі қан, простатиттің мұндай белгілері 50 жастан асқан ер адамдарда жиі кездеседі. Әркілісті простатит, шап пен аталық безде ыңғайсыздық, эрекцияның ішінара немесе толық болмауы, дұрыс емес зәр шығару жатады. Дәрігер ауруды диагностикалағаннан кейін ғана тиімді емдеуді тағайындай алады. Простатитте көбінесе несеп жыныс жүйесінің басқа ауруларының белгілері болады. Сондықтан науқастың тек шағымдары диагноз қою үшін жеткіліксіз. Ол үшін мына зерттеулерді тағайындайды. Ректалды тексеру, қуық асты безінің секрециясын зертханалық зерттеу, жыныстық жолмен берілетін инфекцияларды анықтау, қуық асты безінің ультрадыбыстық зерттеуі мен компьютерлік томографиясы жатады. Емдеу іс-шараларына тоқталсақ, дәрігер алдымен науқастың жалпы жағдайын жеңілдетуі керек. Еркектерде қатты ауырсыну жиі кездеседі, яғни емдеуді ауырсынуды басатын дәрілерден бастау керек. Простатитті қалай емдеу керектігін уролог немесе андролог анықтайды және көбінесе келесі дәрі-дәрмектер тағайындалады. Стероидті емес қабынуға қарсы дәрілер, оларға диклофенак, мелоксикам, кетотоп жатады. Диуретиктер, простатит зәр шығару процесінің бұзылуымен көрінеді. Спазмолитиктер және бұлшық босаңсытқыштары, тротаверин препараты. Антибиотиктер, оларға цепрофлоксацин, гентамицин, цефепим жатады. Витаминдер мен витамин тәрізді препараттар қолданылады.
Жоғарыда аталған дәрілерді өз бетіңізше қабылдауға болмайды және қатаң түрде дәрігердің кеңесін алғаннан соң ғана тағайындалады. Құрметті достар, сіздерге материал пайдалы болған болса, лайк басып коммент қалдырыңыз. Арналға тіркелмеген болсаңыз тіркелуіңізді сұраймын. Дендеріңіз сау болсын.